Сәлем достар, ойлантап өз каналына қош келдіңіздер. Әдеттегідей сіздермен тағы да бір ойынымызды ойнайтын боламыз. Бұл жолы ойнайтын ойынымыз кальмар ойыны бойынша қызықты сұрақтар болатын болады. Достар, сіздер бұл киноны көрдіңіздер ме? Көрген болсаңыздар, осы кино бойынша сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Барлығы 20 сұрақ болады, ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын достар, каналға жазылып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, себебі келесі видеоларды жіберіп алмауларыңыз үшін. Ал онда дайын болсақ, достар, біз бастайық. Бірінші сұрағымыз, кинодағы жағдай қай елде болып жатыр? Корея. Бірінші ойында шекараны кесіп өтуге неше уақыт берілді? 5 минут. Қызыл жарық, жасыл жарық ойынында неше ойыншы болды? 91 ойыншы. Басты кейіпкердің аты кім? Сон Ки Хон. Екінші сезондағы алғашқы ойын. Қызыл жарық, жасыл жарық. Бұл ойыншының номері қандай? 001. Басты кейіпкер нешінші номер алды? 456 номер. Жалдаушы неше лотерея билетін сатып алды? 100. Сон Ки Хонның досы нешінші номерде? 390 номерде. Жалдаушы мен Сон Ки Хон қандай ойын ойнады? Рулетка ойыны. Ойындағы аяғы ауыр қыздың аты кім? Чы Джун Ки. Екінші сезондағы ұтыстың жалпы сомасы? 45,6 миллиард вон. Ойынға шақырушы карточкаларда қандай символдар көрсетілген? 4 бұрыш, домалақ және 3 бұрыш. Басты кейіпкер қаншаншы ателье тұрды? 410-шы. Ойындағы аяғы ауыр қызда нешінші номер болды? 222-ші. Жүргізуші ойыншыларды неге теңеді? Қоқысқа теңеген еді. Сон Ки Хонның машинасының номері қандай? 2071. Нешінші номерлі ойыншы спецназда сержант болған? 120-шы номерлі ойыншы. Сон Ки Хон неге екінші рет ойынға қатысты? Ойынды тоқтату үшін. Достар, келесі сұрағымыз ең соңғы сұрақ. Үшінші ойында неше раунд болды? 5 раунд болды. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаған болса, каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, неше сұраққа дұрыс жауап бергендігіңізді комментарийде бөлісе кетіңіздер. Ал ендеше, қош сау болыңыздар.